Негізі бұл жаңағы шөлейт жерлерде, тасты таулы жерлерде өсетін өсімдік, емдік шөп. Бұл әр өзінің жаңағы климатына байланысты, климаттық жерге байланысты тамырын ең тереңге тастайтын шөп екен. Яғни 10 метрден 50 метр тереңдікке дейін барады. Жердің астындағы біздің бүкіл қазба байлық осы 7 қабат жердің астында ғой. Сол тамырының тереңдігімен осы жердің астындағы бүкіл минералдарды тамыр арқылы өзінің оң бойына сіңіріп алады. Сондықтан да бұның емдік қасиеті өте жоғары болып саналады. Бұл жерде енді жантақ негізі біздің климатымызда, біздің топырағымызда өскеннен кейін ол біздің табиғатымызға өте тән. Әрбір неде айтылады ғой, енді емдік шөптерді пайдаланған кезде өз еліңнің топырағынан шыққан, өз жеріңнен шыққан емдік шөптерді пайдаланатын болса, ол сенің ағзаңа мықты 100% жұмыс жасайды дейді. Бұл жерде енді жантақ өнімдерін алған кездері бұл бізде профессор осы өнімдерді дайындап беретін жантақ өсімдігінен профессор іздеген кезде Ресей қаласында, Ресей мемлекетінде Пермь қаласында Клевикин Константин Сергеевич деген профессор болған. Тек сол кісіде ғана авторский право бар екен, яғни ауыр металдарды иондайды. Қазіргі таңда ол кісі қайтыс болып, бұның жаңа бизнесін ұрпағы балалар жалғастырып отыр. Бұл жерде иондау дегеніміз, яғни осы өсімдіктің өн бойындағы құрамындағы бүкіл бізге қажетті минералдар, макро, микроэлементтер, флавоноидтар дейміз ғой. Осы адамға қажетті бүкіл ағзаға қажетті минералдарды, яғни ұсақтайды. Өте майда молекулаларға ұсақтайды. Бұл иондалған өнім адам ағзасында 100% сіңеді, яғни жұмыс жасайды. Бұл жантақ негізі алғаннан кейін бұның тамырының сығындысын біздің елімізде тамырының сығындысын алып Тараз қаласында заманауи технология бойынша сығындысын осы Пермь қаласына жібереді. Пермь қаласына барғаннан кейін бұл жаңағы нені иондап, жантақтың сығындысын иондап, мына құтыға құяды. Мынандай құты бізде шыны ыдыста, мынау затемненный дейміз, защищенный, күннен сақталған осы ыдыста құйылады. Құйылғаннан кейін ең бірінші өнімге бізге иондалған күміс қосылады. Яғни иондалған күміс қосылып, иондалған формадағы жантаққа иондалған күміс қосылған түрі мынау. Пипетка түрінде, мінекей көрсеңіздер осындай. Бұл жерде негізгі жантақтың емдік қасиеті біз атап айтып өтетін болсақ, көбінесе мына қуыққа тас байланған кезде адам ағзасындағы бүкіл қабыну процестерін жаңағы шығару барысында, қабыну процестерін емдеу барысында воспалительный, противовоспалительный дейміз ғой, соларға әсер ету бағытында көп мықты жұмыс жасайды. Одан қалды несеп жолдарын, өт жолдарындағы қабыну процестері, ас қорыту системасын тазалау, ас қорыту системасындағы бүкіл жаңағы проблемаларды шешу бағытында бұл жантақтың атқаратын қызметі орасан зор. Сонымен қатар бұл бізде жаңағы белден төмен әйелдердің, ерлердің ауруы кезінде, геморрой кезінде осы жантақтың сығындысынан ванна жасап, сол арқылы емделген. Және бұл жантақтың тағы бір қасиеті, бұл тез шығарғыш, яғни адам суықтанған кезде көбінесе температура не болады ғой, бұл жантақтың сығындысын ішкен кезде адамда сразу температураны, дене қызуын түсіретіні, сондықтан бұл тез шығару қызметін атқарады. Негізі бұл жантақтың өзінің өн бойында витамин С, витамин К, эфир майы, қант, одан қалды гликозидтер, сонымен қатар бояғыш, шайыр бояғыш заттар дейді ғой. Именно осындай мықты өзінің құрамы бар, емдік қасиеті осылардың әсерінен өте орасан зор болып отыр жантақтың. Енді бұған күмісті қосқан кездері, бұл күмістің негізгі біздің ағзамызда атқаратын қызметі, бұл вирус, бактерия, микроб, грибок деп жатамыз, саңырауқұлақтар, паразиттерден тазартады адам ағзасын. Яғни адам ағзасын залалсыздандырады. Бұл күмісті ео баста біздің ата-бабаларымыз көбінесе күміс таққан, күміс қасықпен тамақ ішкен, күміс ыдыспен тамақ ішкен. Неліктен жаңа айтып отырдым ғой, күмістің қасиеті негізгі осы микроб, бактериялар, яғни ауру тудырғыш микробтарды залалсыздандырып жойып отырады. Көбінесе біз тамақ арқылы ағзамыз ластанып жатады. Бізде негізі
бұл не жоқ, ауру жоқ, аурудың көзі бар. Аурудың көзі осы қажетсіз микробтар, бактериялар, паразиттер, вирустар дегендей. Бұл күміс қасықты тамаққа негізі бізге бұлар ас арқылы келеді, иә. Асқа осы күміс қасықты батырған кезде тамағымыз залалсыздандырылады да ішке таза ас кететін болған. Негізі қолында күмісі бар әйелдің қолынан ас іш дейді, өйткені күміс бұл тазалықтың белгісі. Сол сияқты именно осы иондалған формадағы жантаққа күмісті араластырған кезде өте мықты осындай емдік қасиеті бар өнім пайда болды бізде. Яғни бұл өнімді біз ешқандай қарсы көрсетілім жоқ. Негізі бұл өнімдердің барлығы бізде бадиға жатпайды. Бұл химиялық препаратқа қоспаға жатпайды. Бұлар клеткалық қорек. Яғни жасушаны қоректендіреді. Яғни клеточный питание деп жатамыз ғой. Біз адам ағзасы клеткадан тұрғандықтан бізде клетка мықты болу керек негізі. Именно сол науқас клеткаларды сауықтандырады, клеткаларға нәр береді, және осы клеткалардың көбеюіне, өсіп өніп, жаңаруына мықты әсер етеді жантақ. Негізі бұл адамда жасару процесін қалыпқа келтіреді. Жасару дегеніміз на клеточном уровне жасару. Яғни бұл адамның жеңіл отырып тұруы, я қалаған тамағын ішіп жеуі, баратын жерде өз еркімен барып келу ешқандай сүйемелсіз. Осының бәрі бізде жасару процесі деп аталынады. Яғни клеткада осындай мықты жаңағы процесс жүргеннен кейін клеткалардың жаңадан пайда болуы, клеткалардың көбеюі, клеткалардың сауығу болған кезде бізде еще жантақтың қызметі бұл ас қорыту системасында тазалай отырып бүкіл бактерия, микроб, паразиттерден тазартқан кездері бізде ішекте сіңімділік артады. Бізде негізі 90% сіңімділік бүкіл ішкен тағамымыздан түсетін бүкіл макро, микроэлементтер, витаминдер болсын барлығы осы ішек арқылы сіңеді. Сондықтан да бізде тоқ ішек, ас ішек таза болу керек. Ас қорыту системасы таза болу керек. Жантақтың ең бірінші қасиеті осы біздің ас қорыту системасын тазалайды. Ас қорыту системасын тазалап, ішек арқылы тазартқан кездері, жасушалар жаңарып, жаңадан пайда болған кездері адамда иммунитет пайда болады. Иммунитеттен денсаулық жақсарады. Денсаулықты жақсарта отырып, бұл адамның өмір сүру деңгейін ұзартады. Міне, именно біздің жаңағы күміс қосылған иондалған жантақ формасындағы өніміміз осындай мықты қасиетке ие. Екінші өнім бізде бұл жерде иондалған формадағы жантаққа лецитин қосылған. Лецитин, яғни бұл лецитиннің негізгі атқаратын қызметі бұл бастағы майда қан тамырларымен, бастың нейрондарымен жұмыс жасайды. Яғни бастағы майда қан тамырларды іске қоса отырып, олар арқылы миға қорек оттек апарады. Сонымен қатар нейрондарды іске қосылады. Бұл жерде бауырды тазалайды. Ең бірінші лецитиннің тағы бір қасиеті қанды тазарту. Қанды тазарту арқылы бұл қан тазарған кезде қан сұйылады, я холестериндік жаңа бляшки деп жатамыз ғой, солардан тазартылады. Тромбтарды ыдыратады. Сол кезде қан айналым жақсарады. Қан айналым жақсарған кезде біздің бүкіл система осы қан арқылы оттегін қабылдап, қан арқылы қоректенеді. Сол кезде бүкіл ағзалардың іске қосылуы іске асады. Яғни бұл лецитиннің негізгі қасиеті бастың қызметін, мидың қызметін жақсарта отырып, бауырды тазалай отырып, қан жүйесін ретке келтіре отырып, есте сақтау қабілетін жақсартады адамның. Ақыл ойды дамытады, зейінді шоғырландырады, осындай ойлау қабілетін арттырады, және осы сөйлеу манерасы адамның осы ойға байланысты ғой. Не ойлап отырсаң, соны сөйлейсің да, осыны жүйеге келтіреді. Лецитиннің ең мықты қасиеті осы. Көбінесе бұл лецитин қосылған жантақ, иондалған формадағы жантақтың лецитин қосылған формасын біз көбінесе мынау қазір біздегі қасірет аутизм, СПР, СР балдар, я, соларды емдеу барысында солардың уақытылы сөйлеуіне мықты әсер етеді. Сосын тілдің күрмеленуі, послеинсультное состояние, соларды қалыпқа келтіреді. Мынау қозғалыстың ограничение движения деп жатамыз ғой, қозғалыстың шектеуде қалуы, соны қалыпқа келтіреді. Паркинсон, аяқ-қолдың дірілдеуі, эпилепсия, талма аурулары кезінде, одан қалды мына көп кісілер, көп адамдар бізде күйзелісте,
состоят, стрессовый депрессионный состояние деп жатамыз. Осылардан шығаруға лецитиннің атқаратын қызметі орасан зор. Өйткені лецитинді біз жатар алдында қабылдаймыз. Бұл ұйқыны тыныштандырады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Ұйқы тыныш болған жерде адамда сергектік пайда болады, энергия пайда болады. Міне, сондықтан да бұл лецитинді көбінесе осы жүйке жүйесін тыныштандыру, жаңағы әрі қарай ойлау, есте сақтау қабілетін арттыру бағытында атқаратын қызметі орасан зор. Одан кейінгі үшінші өнім бізде иондалған жантақ формасына хлорофилл қосылған. Хлорофилл дегенді көбіміз білеміз, иә? Хлорофилл бізде хлорофиллға тоқтамай тұрып, бір өзімнің отзывымды айтып жібергім келіп тұр. Мен деген айта қойыңыз. Потому что деген білесіз ғой, басында деген компания деген ойламай қалған ғой, 2 айдың ішінде мынандай үлкен қатты результат болып, қатты сұранысқа ие болады деп, даже кеше компанияның негізін қалаушының өзі айтып таңғалып жатыр да, біздер аз неге не беріп қойып едік дейді да, жаңағы 5-6 мың неге заявка беріп қойып едік дейді, сол жетпей қалып, халық деген қашан шығады деп қалды ғой. Қазір көп адамдар анаған қайсысын ішем, мынаған қайсысын ішем деп сұрайды ғой. Мен қазір сіз өзіңіз де оны толықтырасыз ғой, потому что жантақ туралы күшті айтып кеттіңіз да жаңа. Мен сол үшін жазып алып отырмын да. Ал мен қолымда тек қана, мен қолымда даже болған жоқ, как раз қатты ауырып қалдым, мына грипповать етіп. Когда мен грипповать етем, мен айлап ауырам. Иммунитетім слабый болып кетеді. Сол кезде маған қыздар лецитин тауып берді. Лецитин. Жаңағы сіз лецитинді айтып отырсыз ғой, басқа, миға деп айтып отырсыз ғой. Действительностьте ол тек қана оған емес, менің иммунитетімді көтеріп, бір күнде менің насморкымды, мына мұрнымнан демала алмай қалдым ғой. Отдышка болып қалды да менде. Деп ауызбен демалып қалдым да осылай. Менде отдышка болды да. Мен қорқып қалдым, не істесем екен деп. Сөйтіп жаңағы нені лецитинді алдында 2 мұрныма бір-бірден тамыздым өзін. Мұрнымды қыздырды ғой. Алдымда 5 тамшы тамағыма тамыздым. Тамағымды қыздырды. Менде хронический бронх бар мына жерінде. Менде сол күні кеште тамыздым, таңертең тұрсам мұрным ашылды ғой. Сөйтіп таңертең 5 тамшы, мұрынға бір тамшы, тіліме 5 тамшы, таңертең обедте тамыздым. Кеште орны жоқ қой, жаңағы насмұрттың, жаңағы тұмаудың орны жоқ. Ол бірінші менің мықты результатым да, мен сразу чатқа жаздым оны. Екінші результатым, міне бүгін болды мен. Бүгін именно бөліскім келіп отыр. Неге? Себебі мен мына көзім болады ғой, түнде машина айдауға қорқатын, мен за рулем жүрем. Түнде көп адамдарда курение слепота деген болады. Менде сондай бір қатты анық болмайды, қорқам да. Кеше мен түнде қасымда Рошан ханым болды, екеуміз машинаны күшті айдап келдім. Ол бірінші результатым. Екінші результатым, бүгін менің ине сабақтауым керек болды. Мен инені вообще өзім сабақтай алмаймын. Балама сабақтатам, өзім 47-демін ғой, былай қарасаң енді көп адамдар очки тағады ғой, мен шүкір очки тақпаймын, былай жақсы көремін. Бірақ енді иненің кішкентай несіне сабақтаудың өзі оңай емес қой, бұрын сабақтап жүрдік қой, қазір көз кеткеннен кейін реально бүйтіп көрмейді екенсің. Мен бірден сабақтадым ғой бүгін. Кішкентай анау қандай иненің кішкентай несінен инені сабақтаған кезде мен айттым, мен көзімнің көру процесі жақсарған екен. Осы 2 аптада результат болып жатыр. Енді қазір осы жерде қаншама адамдар келіп жатыр, сондықтан да мен лецитинге тоқталып айтқасын жерде өзімнің именно лецитиннен алған результатымды бөлісіп жатырған жайым бар. Енді ары қарай енді біздің жаңа 3 өніміміз бар, сол туралы толық ақпаратты жалғастырады. Керемет, Алла ем-шипасын берсін. Біздің өнімдер таңғалдырудан уникальности мықты. Биохакинг дейді, уникальный препарат. Это действительно керемет. Жаңағы жантақ серебро, күміс қосылған жантақта қазір кезде бізде эпидемия жүріп жатыр. Мына уже балалардың көбісі, даже ересектердің өзінде температура түсіп, дене қызуы көтеріліп, тамақтан осы жерде именно мына сереброны, күміс қосылған түрін біз өзімізде практика жүзінде, тәжірибе жүзінде пайдаланып көрдік. Тамаққа сепкен кездері, мұрынға тамызған кездері, прям адамда сразу не береді, жеңілдік сезіледі, адамда облегчение береді. Тез тұмаудан жазылуға, сауығуға көмек береді. Өйткені это күмістің өзі противовирусный действие. Вирусқа қарсы мықты көмек беретін осы күміс қосылған жантақ.
Одан кейін үшінші бізде өнімді айтып өтейін. Бұл жерде хлорофилл өте керемет өнім. Хлорофилл мына жасыл түсті болып келеді. Бұл хлорофилл дегеніміз не? Иондалған формадағы хлорофилл қосылған. Хлорофилл дегеніміз өзіміз бәріміз биологиядан өттік, оқушы кезімізде. Күн сәулесінен хлорофиллді қабылдап, өсімдік жасыл түске енеді. Яғни жылайынша қаны деп атаймыз. Адамның қаны қызыл болатын болса, өсімдіктің қаны жасыл. Бұл именно иондалған формадағы жантаққа хлорофилл қосылған түрі өнімі детокс, мягко очищает организм. Ағзаны прямо жеңіл тазартады. Бүкіл сіздің 14-16 метр шегіңіз бар ғой, соның бәрін тазартқан кездері өте керемет. Адамда сразу уже тазарғаннан кейін, ішек тазарғаннан кейін керемет әсер болады, энергия пайда болады адамда, өмірге деген құлшыныс, көз жанарың жанып, прям бетіңдегі бүкіл түтті болып тұрады ғой, негізі бетті, іштің айнасы деп жатамыз, ішкі денсаулықтың айнасы. Көбінесе бауыр бізде жировой гепатоз болып, қанда тромбтар пайда болып, қан айналымы дұрыс болмаған жағдайда бізде түтігу процестері болатыны бетте білініп тұрады ол. Көп қарадақтардың пайда болу дегенде именно детокс ішкен кезде осындай мықты результат береді. 1-2-3 күннің өзінде сіздің ішегіңіз тазарған кезде уже білесіз, сіз осы жасқа дейін, осы өмір сүрген неңізде, уақытыңызда қаншама қандай заттарды арқалап жүргендігіңізді. Жаңа айтып жатыр қой, енді былайынша айтсақ айтамыз, біз көбінесе не дейді, өлім негізі ішектен басталады дейді. Біз ішектен шірейді екенбіз адамдар. Ең бірінші кезекте біз көбінесе давлением көтеріліп кетті, сахарым көтеріліп кетті, аяқтарым сырқырайды, памятым нашарлап кетті. Көп қой енді айта берсек, адамда деген 1045 диагноз өзімізге қойып аламыз. Сөйтіп қай врачқа, қай дәрігерге, қай шағымызды айтарымызды білмей отырамыз. А самом деле негізі ішек таза болатын болса, адамда ешқандай ауру болмайды. Ішек таза болса, ішек тазарған жағдайда адамда қан тазарады. Қан тазарған жағдайда адамда бауыр тазаланады. Бауыр біздегі ең үлкен ас қорыту безі. Яғни сүзгі қызметін атқарады. Біздің ішкен жеген тағамымыз да, мынау қанымыз да сол бауыр арқылы сүзгіден өтеді. Сондықтан да бізде ішек пен бауыр таза болатын болса, сізде ешқандай да қан қысымының жоғарылауы, қан мөлшерінің жоғарылауы, болмаса мынау гормональный баланстардың бұзылуы дегенде ешқандай ондай не болмайды, ауру тудырмайды ешқандай. Сондықтан да ең бірінші кезекте мен сіздерге айтар едім, егер ауырмайтын жол іздесеңіз, бірінші кезекте ішектеріңіз тазалаңыздар. Именно детоксты бірінші ішуге мен ұсынар едім. Детоксты ішіп, ішекті тазалап алғаннан кейін барып, қалған өнімдерді ішуге болады. Өйткені ол сіздің ағзаңызға 100% жұмыс жасайды. Ішектен сіңімділік арқылы, ішек тазару арқылы қанға өтеді, қан арқылы бауыр тазаланады, бауыр арқылы бүйректегі бүкіл құм, тоз, мынау жиналып жатқан осылардың бәрі сошлакомыс дейді ғой, организмнің шамадан тыс ластануы тазарған кездері адамның уже бүкіл ағзасы қайтадан қалпына келе бастайды. Міне осындай. Содан кейін төртінші өнім бізде йод. Йод қосылған, синий йод дейміз, көк йод қосылған жантаққа, яғни иондалған формадағы жантаққа көк йод қосылған түрі бар. Бұл негізі йод қазіргі таңда көп бізде мынау зод деп диагноз қойып жатады. Зодтың да бұл түрі бар. Гипотиреоз дейміз, гипертиреоз дейміз, йод жетіспеушілігі бар, йод көп мөлшерде болуы бар дегендей. Бұл негізі бізде көбінесе мынау қазіргі таңда бізде бедеулік, әйел кісілердің көтере алмауы, аналық бездердің жетілмеуі, матканың детская матка деп жатамыз, мынау етеккір циклдарының бұзылуы, келмеуі, болмаса тоқтап қалуы деген сияқты осы әйелдердегі бүкіл проблема біздің қалқанша безбен байланысты. Яғни қалқанша бездің қызметі осы йод жетіспеудің салдарынан өз қызметін бұзады. Мынау қалқанша безіміз біздің 3 түрлі гормон бөледі, Т3, Т4, Т2 деп жатамыз. Осы гормональный баланстың бұзылу салдарынан, қалқанша безде йод жетіспеушілік салдарынан осы гормондардың жаңа бұзылысы, нарушение болады. Осының салдарынан бізде уже қалқанша без у бөле бастайды. Міне осындай улану процестері болады. Көбінесе біз женский проблема, бесплодие бәрі гинекологқа жүгініп жатамыз.
гинеколог, дәрігер гинекологқа, основной негізгі причинасы бұл қалқанша без. Именно сол қалқанша бездің қызметін жақсару бағытында бізге осы мықты өнім келіп отыр. Қазір жантақ, иондалған жантаққа көк йод қосылған. Бұл синий йодты біз көбінесе ішкі ағзаны емдеу барысында, жаңа қалқанша бездің қызметі бұзылған кезде адамда әлсіздік, шаршау, жаңағы ешқандай жұмысқа деген адамның зауқысының болмауы, тәбеттің бұзылуы, міне осындай орасан зор жаңағы проблемалар туындатып жатады. Именно осы көк йод сол проблемаларды шешу бағытында мықты жұмыс жасайды. Өйткені бұл жантағы бар құрамында, жантақтың жаңа айтып өттім қаншалықты емдік қасиеті бар екендігін. Одан қатар бұл біздің синий йодты сыртқы для наружного применения деп жатамыз ғой, сыртқы жағына, яғни жараға, жарақатқа, күйік болған жағдайда соларды обработка жасау барысында пайдалануға болады. Одан кейін 5-ші өнім бізде өте керемет, өте мықты, кеше асыға күттік, қолымызға алдық. Магний келді. Магнийдің құрамы енді вообще супер. Супер. Өте тамаша. Бұл біз алдында магнийдің капсула түрінде пайдаланып ішіп көрдік. Енді мен сіздерге айтар едім, бұл жерде біз емді таблетка түрінде қабылдаймыз, капсула түрінде қабылдаймыз, и экстракты деп жатамыз. Именно біздікі сұйық түріндегі өнімдер. Яғни адам ағзасы 80% судан тұрғандықтан бұл жердегі сұйық өнімдерге бізде ешқандай талап етілмейді. Егер сіз таблетканы пайдаланатын болсаңыз, таблетканы ішкеннен кейін енді су ішу бәрімізге де міндеттеледі. Біз судан тұрғаннан кейін адам ағзасы сусызданудан сақтауымыз керек, сондықтан да бұл суды уақытылы ішкеніміз дұрыс, бірақ таблетка ішкен кезде біз көп мөлшерде су ішуді талап етеміз. Өйткені ол таблетка сол сумен еру керек, одан кейін барып адам ағзасына жұмыс жасай бастайды. Ал капсула түрінде ем қабылдаған кезімізде, бұл капсуланы ішкенде, ол капсуланың сырты еру үшін бізде асқазанымызда қышқылдық орта болу керек. Ол қазіргі таңда көп кісілердегі проблема өттің дұрыс жұмыс жасамауы. Өт қалталарын алдыртып тастау, соның салдарынан өттің қоюландуы, өт жолдарының жаңа қисаюы деп жатамыз ғой. Міне, именно осы кездері бізде қанша капсула ішсеңіз де ол сізге емдік қасиетін көрсете алмайды. Өйткені өт тамып тұрған жоқ, қышқылдық орта асқазанда жоқ. Мен даже өзім білмеймін, өз асқазанымда қаншалықты қышқылдық орта бар екендігі. Міне, таблетка, капсула ішу барысында бізге қойылатын талаптар осындай. Ал біздің өнімдер, жаңа уникальный деп жатырмыз, енді мен асыра мақтап жатқаным жоқ, бірақ это шындық. Бұл сұйықтық адам ағзасы, жаңа айтып отырмын ғой, судан тұрғандықтан, тем более бұл сұйықтық сумен бірге ішкендіктен сразу мынау ауыз қуысына барысымен тілдің астындағы бүкіл майда қан тамырлар арқылы қанға өтеді, қанды тазалайды, қанды сұйылтады, и сонымен қатар мынау шырышты қабық арқылы сразу клеткаға өтеді. Клеткаға бізге момент әсер етіп, момент бір күннің ішінде осы осындай болып кеттім. 2 күннің ішінде менде осындай керемет өзгерістер болды. Моментально менің давлением төмен түсті, моментально менің сахарым төмендеді, ішімді жүргізді деп запордан қиналып жүрген кісілерде өте керемет результаттардың болуы осы сіңімділіктің арқасында. Тез клеткаға барып, клетка на клеточном уровне клетка деңгейінде жұмыс жасағандықтан адамға сразу сол эффектісін, тиімділігін көрсетіп жатады. Именно магнийдің құрамын айтып өтейін. Магний көбінесе жетіспеген жағдайда бізде мынау аяқ қолдардың тартылуы, қан тамырлар жүйесінің жаңағы тромбтардың пайда болуы, жүректің қызметінің нашарлауы, өйткені тромб болған жерде бұл жүрек қанды тартып жұмыс жасағандықтан ана тартуға шамасы келмейді, сондықтан жүрек өзі жиырылу қызметін күштей отырып, осы жүрек қызметі бұзылып жатады. Одан қалды мынау магнийдің негізгі басты бағыты, бұл біз көбінесе аяқ қол сырқырағанда кальций ішіп жатамыз, темір жетіспеушілігі де феррум, жаңа қанның құрамында гемоглобиннен көтеру бағытында, цинк
неше түрлі минералдарды ішіп жатамыз, макроэлементтерді. А самом деле сіздің ағзаңызда магний болмаса, оның барлығы бекер. Ішкен кальцийіңіз сіздің любой жерге барып тұрып, тас, құм түзіліп жатқаны. Сондықтан именно магний бізде іштегі бағдаршам десек болады. Яғни светофор соғып қалғанда қандай жағдай болады? Бүкіл машина адамға соқтығыс пайда болмай ма? Дәл сондай беспорядок болады. Егер бізде ішімізде біздің ағзамызда магний болмаса, именно магний осы біздің ағзамызға түскен бүкіл макро-микроэлементтерді, бүкіл витаминдерді керекті жеріне тасымалдаушы, керекті жеріне жеткізуші қызметін атқарады екен. Именно біздің қолымызға түсіп отқан магнийдің құрамында витамин С бар. Қазіргі таңда бізге керегі иммунитет, я? Витамин С бізде иммунитетті көтереді. Одан қалды респиратрол деген зат бар. Ол молекула түріндегі жаңағы жасартқыш несін қызметін атқарады. Яғни ағзаны ең на клеточном уровне жасарту бағытында респиратролдың атқаратын қызметі орасан зор. Одан кейін дигидрокверцетин деген бар. Дигидрокверцетин бұл жерде бізде мынау қан тамырлар жүйесін жақсартады. Яғни микроциркуляцияны жақсартады. Майда жаңағы капиллярлар бар ғой, қан тамырлары, солардың сынғыштығын жояды. Солардың жарылып кетуінен сақтайды. Яғни инсульт, инфаркттың алдын алу барысында біз көбінесе осы магнийді пайдалануымыз керек. Өйткені магний айтып отқандағыдай қанды сұйылту бағытында ең маңызды жұмыс атқарады. Қан сұйылу, бүкіл есте сақтау қабілеті, адамның мынау жаңағы күйзелісі, жан тыныштығын бәрін реттейтін осы біздің магний. Міне осындай бізде керемет 5 өнім бар. Енді бірінен бірі өтеді. Ең бірінші кезекте енді бұларды ішкен кездері мен айтар едім, бұл жерде әркім өз проблемасына байланысты, өз денсаулығына байланысты ең бірінші кезекте осы сереброны мен айтар едім. Серебро күміс қосылған таңғы уақытта аш қарынға ішіп, одан кейін барып тамақтан кейін хлорофилді ішіп, 1 ай, 2 ай, 3 ай көлемінде іш асқазан ішек жолдарын полностью тазартып, вирус, бактерия, микробтардан, зиянкес заттардан тазартып алғаннан кейін басқа өнімдерді қосалқы иммунитетті жақсартып, памятті жақсарту, жүректің жұмысын жақсарту, тыныс жолдарының жаңағы демікпелерден құтылу барысында қалған өнімдерде кезегімен пайдалануды ұсынар едім. Бұларды негізі ішкен кездері біз балалардан бастап бере аламыз. Ешқандай қарсы көрсетілім жоқ. Әркім енді бірінші Аллаға сеніп, енді біз себепкерміз, сіздерге айтамыз, жақсы жерін айтамыз дегенде. Сондықтан да бұл өздеріңізге сеніп, осы өнімді бастап ішетін болсаңыздар, мықты результат аласыздар. Бұл балаларға да беруге болады. Жас шамасына қарай 3 каплядан 5 тамшыға дейін күніге, үлкен кісілерде 5 тамшыдан 15-ге дейін, әйел кісілер 15-16-ға дейін көтере алады. Ер кісілерде 5 тамшыдан 13 тамшыға дейін күнделікті суточный доза солай пайдалануға болады. Негізі жаңа айтып жатыр қой, біздің өнімдер негізі Перім қаласында, Ресей мемлекетінде Перім қаласында мынау құтыға иондалып жасалынып береді. Мына құтының аузы жабылып, бізге жіберіледі. Сыртқы дизайнның барлығы бізде Қазақстанда жасалынады. Именно осы жаңағы Перім қаласынан біздің мынау Уме логотип бойынша арнайы біздің Уме клубқа жасалынып отқан өнім. Мына сыртында QR-код бар. Мінекей QR-кодқа өздеріңіз жаңағы түсіріп қарасаңыздар, бүкіл описание шығады. Бұл описаниясы қай өнімді қалай пайдалану керек, қай жерде қалай дайындалады, қандай дозада мөлшерде пайдаланған жөн, соның бәрі көрсетіледі. Сонымен қатар мынау евростандартқа сәйкестігі туралы декларациясы бар бұл өнімнің. Және өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігі мынау мемлекеттік деңгейде расталған. Міне өнімдер туралы керемет. Гүлмира ханым, осындай ақпараттар бар бізде. Қазіргі таңда отзывтар өте керемет, өте көп. Жақсы, уже бұл компанияның ашылғанына да ұзақ бола қойған жоқ. Соның өзінде күннен күнге бізді таңғалдырудан неғып жатқан жоқ, қорғалып жатқан жоқ. Күнделікті керемет нәтижелер естіп жатырмыз. Өзімізден де өтіп жатыр. Керемет прямо. Действительно, бұл жерде сұрап жатыр, эфир сақталады,
потому что бұл жерде әр адам енді мен Гүлсім ханым сияқты түсіндірмегенмен әйтеуір білуіміз керекпіз да, қай өнім қалай жұмыс жасайтын. Енді жантақтың өзі 5 өнімде де жантақ болғасын, енді көріп отырсыздар ғой, просто отличиясы просто күшігіп болады да. Мына жерде мысалы үшін серебро қосылған болса, ол жерде уже сереброның несі құрамындағы керекті нәрселерді айтып шықты Гүлсім ханым. Яғни тағы бір жантаққа мысалы лецитин қосылып тұр, оған именно бас бағытында, бастың жаңағы есте сақтау қабілеті соны күштетіп айтып шықты. Сол бағытта бәріміз білу керекпіз ғой. Енді маман болмағанмен білуге тиістіміз. Сондықтан да рахмет, прямо каждыйына тоқталып прямо айтып шықтыңыз ғой. Действительно жантаққа отдельно айтып шықтыңыз. Жантаққа қосылған әрбір лецитин уақыт бөлек. Енді әр адам осы жерде менің түсінгенім, мен өзім мына жерде сұрап жатыр, 2 жас деді ма, 3 жасқа беруге бола ма, жаңағы жазылған ғой сыртында описаниесінде. Мен 1 айлыққа бердім енді. Балама көрсеткен жоқпын, 1 айлыққа жаңа кішкентай суға 1 капля құйдым да, андай тамағы қарылып қалды, мұрны бітеліп қалды. 1 айлық қой, укол бергенше, дәрі бергенше деп, мен соны қасықпен аузына құйдым. Қақырық шықты ғой. Қақырықты қысқан кезде өзі алып шықты. Енді ана лайк баспай тұрсаңыздар, потому что соған байланысты қатып қалып жатыр Гүлсім ханым. Лайк бассаңыздар, ана кішкене эфирді не істеп жібереді. Енді мына жерде бір сұрақтар қойып жатыр, мен сізге оқиын. Сізге көрінбей жатырған болар да, или көрініп тұр ма сізге? Көре алмай отыр, мен телефон сол. Сізге онда мен оқиын, аха, сіз соны жауап беріп отырсаңыз. Бұл жерде жаңағы кішкентай 2-3-тегі балаға паразиттің беруге бола ма хлорофилді дейді. Енді мен сіздерге айттым ғой, бұл жерде табиғи өнім, бұл жерде иондалған формадағы майда молекулаға ыдыратылған именно өсімдіктің құрамындағы бүкіл адам ағзасына қажетті макро-микро элементтер, минералдардың барлығы иондалып, дайындалып, майда молекулаға ыдыратылып беріліп отыр. Бұл клеточный питание дедім. Бұл жерде қорқатын ештеңе жоқ. Бізде қарын тоқ болады, қарын емес, бізде клетка тоқ болу керек. Клетка тоқ болса, сіздің қарныңыз ашпайды. Сондықтан да бұл айтып отырмын ғой, ешқандай зиянсыз болғандықтан балдарға беруге болады. Аз дозадан бастап беріңіздер. Ол баланың да денсаулығы енді қазіргі таңда қалай айтсақ болады. Босанған ананың өзінің денсаулығы жоқ қой қазіргі таңда. Одан қандай бала туады деп ойлайсыздар? Тап-таза бала туады дейсіздер ма? Сол сияқты бұл зашвакомыз балада да бар. Ананың қанында не болды? Ол балаға беріледі. Бала ананың құрсағында жатып та уже керек вирустарды барлығын қабылдап алады ана арқылы. Сондықтан да бұл шыққан кездері действительно мынау ауадан келетіндері бар, өзінің ағзасындағы бар. Бұндай проблемалар балдарда да батталады, болады. Яғни босана сала балдарда да осы жөтелдің пайда болуы, аллергический жаңа неше соған аллергия беріп. Значит, это баланың ағзасының өзі таза емес. Сол токсиндерден, вирустардан тазарту бағытында біздің өнімдерді 1-2 каплядан жас шамасына қарай беріңіздер. Қорқатын ештеңе жоқ, бірінші Алла. Сіздер енді надо будет, если сол бала ауырды деп больницаға апаратын болсаңыздар, сіздерге сильнейший антибиотиктер салады, сильнейший антибиотиктер ішкізеді. Сіздер білесіздер ғой, дәрінің құрамы қаншалықты екенін. Ол өзі уланып жатқан балаға оның үстіне улап жатамыз. Мен бір медицинаға күйе жағайын, қара жағайын деп отқаным жоқ, бірақ бұл шындық. Бұл қай өнім дейді, көзге пайдасы тиіп жатқан дейді. Көзге пайдасы тиетін. Енді мен сіздерге айтайын, бұл таза экстракт болғандықтан мен өз басым әлі көзге тамызып көрген емеспін. Көзге тамызуға да мен сіздерге консультация бермеймін. Егер сіздердің өздеріңіздің жаңағы денсаулықтарыңызды өздеріңіз жауапкершілікке алып тамызып көрем деген кісілер бар, болып да жатыр. Өткенде бізге отзывтарда шықты. Көзіме тамыздым, қызарғаны басылды, ауырғаны басылды. Бір-екі кісіден жанымдағы кісілерден де естім. Осындай бағытта мынау сереброны көзіме табынып едім, мықты нәтиже берді деген отзывтар бар. Бірақ енді ол өздеріңіздің жауапкершіліктеріңізге ала отырып жасасаңыздар. Мен мұрынға тамызуға, құлаққа тамызуға кеңес берер едім. Өйткені мұрыннан шығып жатқан бүкіл жаңағы
іріңді заттар, я мына гайморовый пазуха дейміз ғой, сол кеңсіртті тазалау бағытында. Кеше өткенде бір қыз шықты, паразит түсті мұрнымнан деп. Аллергиясы бар, аллергендердің бәрі біздің мына тыныс алу жолдарында жатып алады. Солардың бәрін жою бағытында күміс қосылған жантақ формасындағы күміс қосылған түрін ұсынар едім мұрынға, құлаққа тамызуға. Енді мен сізге айтайын, ол көздегі басты проблема бауырдан келіп тұр. Ең басты проблема бұл зрениенің нашарлауы бауырдан. Бауыр токсиндерге толы, шлакқа толы, бауырда жировой гепатоз болған жағдайда, бауырдың сүзгілік қызметі бұзылған жағдайда. Яғни біз негізі адам бауырды жылына 2 рет күзде и көктемде тазартып отыруымыз керек. Ашығу процесі болсын, су диетасында отыру болсын, я. Болмаса осындай қосымша қосалқы өнімдерді пайдалана отырып, бауырды тазалап отыратын болсақ, бұл бауыр таза болған жерде адамның көру қабілет. Керемет. Бауыр ластанды дегенше бізде бірінші кезекте көздің көру қабілетін нашарлайды. Көздің проблемасы басталады. Сол үшін де лецитин мықты көмектеседі деп айта аламын. Хлорофиль тоже жақсы көмектеседі. Қай өнім бәрі де бізде. Өйткені құрамында жантақ бар. Жантақ біздің ас қорыту системасын тазалайды. Мен түсінгенім, бұл өнімнің қайсысын алсақ та, біздің ең бірінші очерт ішкі бауырымыз тазалайды екен, мен түсінгенім да, ішкі сыртқы. Даже мен рецептен ішкен кезде менің тоже шегімді де тазалап, мен жақсы бардым да. Жантақ бар ғой құрамында. Жантақ болғасын, иә. Потому что ананы аламыз ба, мынаны аламыз ба деп енді адамдар сұрап отырғасын. Менің түсінгенім, жантақ болғасын жерде қай өнім болса да, соны жаңа описаниесі бойынша күнделікті ішкен дұрыс деп ойлаймын. 5 капельдан болсын, 6 капельдан болсын. Мына жерде барлық бір маған ұнағаны бәрі жазылып тұр ғой негізінде. Бәрі жазылып тұр. Қазақша, орысша күшті жазылып. QR-ға салсаңыз одан көрсетіп тұр. Бүкіл құжатына дейін көрсетіп тұр. Иә, бүкіл описаниесіне дейін көрсетіп тұр. Иә, тек шамалы ниет керек, оқиын, көрейін, әрі қарай қабылдайын, денсаулығымды жақсартайын деген жақсы ниетте болсаңыздар, бәрі дайын. Тағы сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Сұрақ қойғанда мен білем енді, бастайды бұл жерде. Менің давлением бар, менің сахарым бар, менің басым ауырады, менде ұйқысыздық, көп. Я, мен аяғымнан жүре алмай жатырмын, операцияға барсам болады ма дегендей. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бағана айтып өттім. Жантақтың қаншалықты адам ағзасына жұмыс жасайтындығын, ең бірінші кезекте ішекті тазалау керектігімізді, ішек таза болған жерде бізде қан таза болады, қан таза болған жерде бауыр таза болады, жүректің жұмысы жақсарады дегендей. Сол үшін де басты проблема бізде ас қорыту системасы. Оның ішінде ішек. Ішекті тазалаңыздар, бүкіл сіздің өн бойыңыздағы қанша дертіңіз бар, бәрінен айығуға мүмкіндік бар. Сереброны ветерянкаға жағуға болады ма дейді? Болады. Болады ғой. Серебро, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізеді, сыртқы жараға, даже менде өзімде қасымдағы қыздардан нәтижелер болды, прямо саусағының неге ине ма бірдеңе кіріп қанай берген, йод жаққан болмайды, спирт жаққан болмайды, именно сереброны тамызған кезде сразу моментально тыйылған. Одан қалды туфли киген кездері аяқты қажайды ғой, қызартып тастаған кездері мен өз басым неге ватный дискеге сереброны тамызып, содан ватный не жасадым, неменен орап. Сол кездері момент жоқ болды. Сереброның қасиеті сыртқы ортаға әсер ететін, сыртқы жараға, жарақатқа, күйікке, жаңағыдай тері ауруларына пайдалануға болатындығын сонда көрдім. Мен бүгін құлағыма тамыздым, прямо құлағымда бірдеңе тыңқ деп ашылғандай болды. Мен өзім кішкентай кезімде мына құлағымда проблема бар, атейді, құттай салқында ісіп кетеді, сондай. Жаңа мен сол көрейінші деп көзіме тамыздым, уже көріп атым рецептенен, жаңа біреуде серебро бар екен. Құлағыма тамызғам, күшті прям бірдеңе ашылғандай болды құлағымда. Енді бұйырса, сол құлағыма тамызып, результатын айтатын болам. Мен мұнша құлағым аппаны естейді, мұнша құлағым андай қатты естімейді, жай естейді.
Соған мен ойлап тұрмын, енді аула берсе результатын айтатын болармын деп. Иә, да, жантақтың өзін айтып жатыр ғой, ең басты несі жантақтың емдік қасиеті. Противовоспалительный қабыну процесі бізде барлығымызда бар. Мынау ит деп басталады ғой, гепатит, холецистит, панкреатит, тағы не бар, бүкіл гастрит дейміз, бүкіл иттен аяқталатының бәрі это біздегі атит, вот жаңа айту, гайморит, осының барлығы это воспаление. Міне именно серебро сол. Қай жантақты беруге болады дейді. Құлақтан бұлақ аққанға дейді. Қай жантақ? Серебро. Сереброға. При ХПН дегенде, при ХПН ішуге болады ма, қалай қанша дейді. Болады. При ХПН ішуге болады. Именно сереброны ішесіз и жантақ нені ішесіз с этим, с хлорофилем. Ашқарынға серебро ішеміз. Енді жасыңызға, мөлшеріңізге қарай ғой, 5 каплядан бастаймыз. Жарты сағат бұрын ашқарынға тамақтың алды серебро, тамақтан кейін жарты сағаттан кейін хлорофиль. 3 мезгіл осылай ішіп, қалыпқа келтіріп алуға болады. Чистка организма ғой, біздер айтып отырмын қазір. Бұл жерде тыңдаушылар, барлықтарыңызға айтып отырған, мен түсінікті болған шығар. Ағзаны тазарту, бұл жантақтың қызметі, басты қызметі сол. Қайсы қолыңызда бар, бастап ішіңіздер. Құнды өнім тұр ғой, негізі ауладан келіп тұрғанда, прямо ағза тазаланса, действительно организм өзі бороться етеді ғой, любой болезньге. Тем более сұйық түрінде айтып отырмын ғой мен. Ионизированный, майда молекулаға ажыратылған. Ол 100% адам ағзасына жұмыс жасайды, 100% сіңеді, тем более клеткалық деңгейде. При онкологии простаты как принимать дейді? При онкологии простаты чистка ғой, все чистка, бәрі чистка организма. В общем, түсіндіңіздер ғой, құрметті осы бізді тыңдаушылар, партнерлар, серіктестер, жаңадан қосылып отырған жандар болар осы жерде. Барлық өнімді подряд ішуге болады ма дейді. Қай кезде қайсысын ішесіз? Не болды? Негізі таңертең серебро, обедте лецитин, кеште хлорофилл деп айтады. Жоқ, өйтіп ше қыздар, олай қыдатаба ондай не істеуге болмайды, конечно. Асықпаңыздар, бәрі уақыт еншісінде. Жаймен жобалап, шектерді тазартып алып, бәрі жағымен, кезегімен ішіңіздер деп отқаным сол. Олай болмайды. Болмайды емес, енді ішуге болады шығар, ішіңіз кете берер, бірақ енді действительно өзі поэтапно ішкен дұрыс қой. Бірінші шегіңізді тазартып алыңыз, хлорофильмен әбден жүргізіп алыңыз, іштегі вирустарды, бактерияларды күміс арқылы өлтіріп алыңыз, источники инфекции барлығын, иә. Содан кейін барып уже басқа кірсіңіз, одан кейін уже магний можно дегендей. Бұл жерде магнийдің ішу тәртібін айтасыз ба дейді. Бұл жерде даже тәртіп жоқ қой да, бізде тек қана немен ішеміз ғой, каплямен. Каплямен ішесіздер. Негізі қай өнімді бастасаңыздар да 2-3 айға дейін тоқтатпай сол өнімді ішсеңіздер деймін да. Өйткені әбден ағзаны сол өніммен тазартып, уже чистка жасап алғаннан кейін негізі ер адамдарда 3 айда қан тазарады. 3 ай бойы тоқтатпай іштейтінім сол. Әйел адамдарда зашлаковость организма ер адамға қарағанда жоғары болады. Әйел адамдар 4 айға дейін, даже 4-6 ай деп жатамыз ғой. Сол кезде барып ағза полностью жаңарады, жасарады, тазарады. Супер, мақты. Хлорофилді аш қарында ішуге болады ма дейді? Хлорофилді желательно тамақтан кейін. Сосын кешкі жатар алдында ішеңіздер. Мықты жұмыс жасайды. Хлорофилл өткені чистка деп отырмын ғой. Бірінші кезекте күмісті ашқарынға деп отқаным, бізді уже ас қорыту системасында тұрған бүкіл вирустарымыз, бактерияларымыз, паразиттерімізді әлсіретеді күміс. Ал хлорофилл соның бәрін тазалап сыртқа алып шығады. Шекті тазалау қандай өнім деп бана жазған болар, оған сіз жауап бердіңіз ғой уже. Адамдар қайсы болса да құрамында жантақ бар. Айналып келген кезде кімнің қолында қай өнім бар, содан бастасаңыздар болады. Барлығының құрамында жантақ бар. Жантақтың басты бағыты жаңа айтып өткендегідей ас қорыту системасын тазалайды. Өт айтады. Одан қалды мына қуыққа тас байланғанда, өт жолдарында тас болған кездері осы жантақтың атқаратын қызметі осы.
почти что бүкіл процессті жантақ атқарып отыр ғой. Қосымша енді оған күміс қосылады, лецитин қосылады, хлорофилл қосылады. Көбінесе хлорофиллді біз хлорелламен шатастырып жатамыз. Хлорофилл дегеніміз жаңа айтып өттім, иә. Өсімдік күн сәулесінен фотосинтез арқылы хлорофиллді қабылдап, жасыл түске енуі. А хлорелла дегеніміз бұл теңіз астындағы балдырлар. Ол да емдік мақсатта пайдаланылады, бірақ біздегі хлорофилл. Шатастырмаңыздар. Бронх экстатический болезнь өкпе жарасының пайдасы бар ма дейді. Өкпе жарасына пайдасы бар ма дейді. Бұл жантақтың өзінің қызметі жаңа ас қорыту системасындағы жараны жазуға жұмыс жасайды екен. Көрдіңіздер ма? Именно мен хлорофиллді оққан кезімде, хлорофиллмен танысқан кезімде, осы хлорофилл чистка жасай отырып, осы тыныс алу жолдарын демікпені басады екен. Именно қақырық түсіреді. Қақырықты түсіру арқылы мына альвеолалар деп жатамыз ғой, өкпе тыныс жолдарының бәрінің жолын ашып, қатып қалған қақырықтың барлығын жібітіп, сыртқа шығарады. Менде де хронический бронхит айтпақшы, мен лецитин іштім ғой, тазаланып жатыр сол. Сол жантақ қой, барлығында жантақ деп отырғаным сол. Жантақ болғасын ішінде. Сынғанға 4 жастағы бала тұтығады дейді, не берем дейді. Лецитин ғой. Лецитин болмаса магний, қайсысы бар? Магний де жақсы әсер етеді, лецитин де жақсы әсер етеді. Бас, мидың жұмысын жақсарту барысында, қан тамырларын сұйылту барысында лецитиннің де магнийдің де атқаратын қызметі орасан зор. Бұйырса кальций келеді ғой сыныққа деп сұраған екен, не ішуге болады деп. Алла бұйырса. Бізде шығады. Өнім болады деді ғой бұйырса. L-аргинин келеді деп жатыр. L-аргинин дегеніміз бұл енді керемет өнім, это внутренний кислород. Женшен келеді деп жатыр. Енді естуімше мықты біздің ОМЕ-клубтың қазіргі алға қойып отқан басым бағыттағы іс-шаралары, жоспарлары, жол картасы, осының бәріне енді біз қазақ болып атсалысуымыз керек. Осындай мықты өзіміздің Қазақстанда осындай клуб ашылып жатыр, клубтық жүйе. Бұл жерде барлығы бар. Адам болғаннан кейін сауатты болу керек. Бұл жерде білім бар. Адам болғаннан кейін бұл жерде эко-өнімдердің өзіміздің Қазақстаннан шығатын соларды пайдалана отырып, Қазақстанның экономикасын көтеру бағытында, өзіміздің эко-өнімдерді пайдалана отырып, денсаулығымызды жақсарту, одан қалды сол өнімдерді арзан бағада ала отырып, әлеуметтік жағдайымызды жақсарту бағытында қойып отқан іс-шара жоспарлары, жол картасы өте мықты. Сол үшін де жаңа айтады, бірің қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос деп, бәріміз жабылып осы қазақты қазақ қана қолдайды дейді. Сол үшін де ОМЕ компаниясы аяқтан тік тұрып кетіп, болашағымыз үшін, болашақ ұрпағымыз үшін біз бәріміз осы жерде жұмыстануымыз керек. Бұл жерде денсаулықпен қоса керемет табыс көзі де бар. Сонда айтып өтіп жатыр. Одан бөлек бұл эко-жүйе болғандықтан разносторонний бұл жерде бүкіл услуглар болады ертең. Оның өзінің повторный покупкасынан да ертең пассив алатын боламыз. Бұл бонустар болады. Енді бұл бәрі дополнительный улучшение болады. Бұл бірден қосу мүмкін емес қой, білесіздер ғой. Бір жұмысты істеу үшін қанша адам қосылу керек та бұл жерге. Сол бағытта енді компаниясының миссиясы өте күшті. Кеше біздер Гүлсім ханым екеуміз прямо қатысып, соның бәрін тыңдап, кеше көргенбіз, Шымкентте тыңдағанбыз. Енді Алла бұйырса деп айтайық, үлкен сайтымыз қосылайын деп жатыр. Ол жерде уже әр адам өзі вывод, бәрі автоматизированы болады. Заңмен сәйкестендірілген. Енді қазір көп адамдар то туризм дейді, то путешествие дейді, то психология дейді, то обучение дейді. Бұл жерде сол барлық направлениені қосып тұр ғой, керемет емес пе? Мен сол бағытта осындай ем бар. Енді рахмет сізге, Гүлсім ханым. Бір айтқаннан, әр адамға көмектесейік, әр адамға осы ақпаратты беріп жеткізейік, білмесе айтайық деген сияқты осы бағытта шығып жатырған жайымыз бар. Мен өзім енді бизнес саласында үлкен нәтиже көрсетіп, сол бағытты көрсете алатын адам болсам, бірақ та мен бұл бағытқа келдік қой, міне Гүлсім ханымда мен де келіп отырмын. Гүлсім ханым дәрігер, былай қарасаң. Мен негізі жердегі жетістіктер бұйырсын деймін, Алла абыройын жеңілдігін берсін деймін. Барлықтарыңызда дендеріңіз сау болсын. Жаңа айтып өткендей, бұл ОМЕ клубта барлығы бар, денсаулықта бар.
бар, ақша табу жолы да бар. Бұл жерде ел көру, жер көру мүмкіндігі бар. Біліміңді ұштау, яғни сауаттану нелері, бөлімдері де бар. Өте қуаныштымын дәл осындай Алла тағалаға осындай мүмкіндікті бізге беріп отқанына. Сол сіз болып, біз болып осы қазақ бір-бірімізді көтерейік деп осы жерге үндеу тастағым келеді. Бұл біздің болашағымыз, бұл біздің ұрпақтарымыздың көретін керемет мүмкіндігі. Сол үшін де біз барлығымыз осы жерде жұмыстануымыз керек. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет. Бәрімізге де